Жақсыдан жаман туса да, жаманнан жақсы туса да, тартпай бір қоймас негізге деген осы шығар. Сабырлы анадан салихалы ұл туды. Күйеуім кетіп қалды деп, тұңғиықтың тереңіне батпай, ұлын имандылыққа баулыған ананың бет бейнесі бұл. Және 20 жылдан кейін келген күйеуін осы үйдің қожайыны деп қарсы алуы сөз жетпес даналық. Әр нәрсенің қайыры бар дейді біздің қазақ. Отағасылары 10 күнге ұзап кетсе, жанын жегідей жеп тынатын бүгінгі күннің бикештеріне үлгі боларлықтай оқиға екен. Әр қайсымыз оқығанымыздан, тыңдағанымыздан ғибрат алып жүрейік. Қазіргі ғибратты әңгімеден кейінгі түйіндеген ой: әкеңді үйге шақыр, ол осы үйдің қожайыны. Бұл ертеде Хижаз даласында болған оқиға. Әнес ибн Әмір деген кісі жас кезінде өзі сондай сымбатты, рең басы келіскен келбетті адам екен. Әрі өте тақуа болыпты. Ол бір күні үйленуге бел байлайды да, ел жақсысы деп мақтаған бір қызды айттырып некелеп алады. Ол кездерде адамдардың тақуалығы жоғары болғандықтан, некеден бұрын бірін-бірін көріп, кездесу деген сирек болатын. Әлбетте, үйленетін адамның түрін көру ол сүннет. Бірақ ол кездегілер имандарының қуаттылығына, ұяттарының күштілігіне байланысты адамның бетіне бажырая қараудан қысылып, қалыңдығының түріне қарап алмай некелесе беретін. Әнес те сондай жігіттердің бірі еді. Сонымен үйленген күннің кешінде әйелі күтіп отырған жатын бөлмеге келіп, әйелінің бетіндегі пердесін көтеріп қарайды да, сілейіп қатып қалады. Біразға дейін тілі байланып үнсіз тұрады. Өйткені әйелі қап-қара нәсілді, әрі өте реңсіз бір жан екен. Әнестің алып ұшқан көңілі су сепкендей басылып, жан дүниесі астан кестен қатты қапа болып, ләм демей үйден шығып кетеді. Бірнеше күн бойы үйіне келмей қояды. Әйелі оның жатқан үйін сұрастырып, артынан іздеп барады. Сосын оған: әй Әнес, Алла тағала сен жаман деген нәрсенің ішінен жақсылығын жасырып қойған шығар деп, Алланың аятын оның есіне салады. Бұл сөз Әнесқа қатты әсер етіп, ол әйелімен ілесіп үйіне келеді. Оның қасына жатты. Бірнеше күн бірге тұрады да, бір күні ақыры шыдамай, әйелін енді қайта көрместей болып үйінен кетіп қалады. Сол кеткеннен мол кетті. Басқа қалаға бет түзеді. Аттай 20 жылдан соң ғана өзі туған қалаға қайтып оралады. Келгенде әуелі ат басын пайғамбардың, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мешітіне кіреді. Мешітте бір жамағат бір жас, сұлу жігіттің аузына кіріп кетердей, емініп, сондай үлкен ықыласпен уағыз тыңдап отыр екен. Жігіттің сөздің әр тамшысын жерге түсірмей, жерге ұшырмай, тұла бойлары құлаққа айналып тыңдаған қауымды көріп, Әнес таң тамаша болады. Сонан соң қасындағы отырған бір кісіден бұл жігіттің кім екенін сұрайды. Ол адам, ол ғалым, 20 жыл бұрын әкесі тастап, қашып кеткен адамның баласы екенін айтады. Әнес көп отырады. Ақыры ел тарқаған соң, ғалым жігітке барып амандасып, оған өзінің ұзақ жолдан келген жолаушы екенін, мүмкін болса үйіне қондыруын сұрайды. Жігіт келісіп Әнесті үйіне ертіп барады. Есік алдына келгенде Әнес ғалым жігітке: саған айтатын өтінішім бар, үйіңе кіріп, анаңа, мүмкін сенің жек көрген нәрсеңде жақсылық бар шығар деген сөзді айтып, бір кісі келіп тұр деп айт дейді. Бұл сөзді естіген анасы ұлына: әкеңді үйге шақыр, ол осы үйдің қожайыны. Ұзақ сапарға кетіп кешігіп, қайта алмай қалған еді. Құдайға шүкір, жеткен екен ғой дейді, ешқандай сыр білдірмей. Бұл әңгімеден біз ол әйелдің иманның сондай күшті екенін, оның сұлулық жүзінде емес, жүрегінен орын алғанын білеміз. Өзін 20 жыл бойы тастап кеткен адамға еш ренжімей, керісінше оған үйінің төрін ұсынған осындай тақуа әйелдің ұлы, Мәдина қаласының бас имамы, бүкіл мұхаддистердің ұстазы болған, замандастарына филх ілімін үйреткен, тақуалықта үлгі болған Мәлики мазхабының иесі Мәлік ибн Әнес еді. Атадан қалған асыл сөздер кітабынан алынды. Назарларыңызға рахмет. Қазақша YouTube каналын қолдап,
пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар.